Сәлем достар, бүгін үй жағдайында бургер дайындаймыз. Ол үшін бірінші біз бургеріміздің булочкасын пісіріп аламыз. Біз ыдысымызға 15 грамм қантымызды, жарты шай қасық тұзымызды және 15 грамм ашытқымызды, жылы сүтіміз бен жылы суымызды қосып, біркелкі масса болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің массамыздың ішіндегі ашытқымыз толықтай еру керек. Осылай араластырып болғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Біздің массамыз дайын болды. Осы массамыздың үстіне міндетті түрде електен өткізіп, ұнымызды қосатын боламыз. Осы көрсетілген мөлшер бойынша ұнымыздан артық ұн қоспаймыз. Әйтпесе қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Және жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспалы және жұмсақ болуы тиіс. Илеп жатқан қамырымыздың үстіне еріп тұрған 50 грамм сары майымызды қосып, илеуімізді әрі қарай жалғастырамыз. Тағы да осы массамыздың үстіне 50 грамм сұйық майымызды қосамыз және илеуімізді әрі қарай жалғастырамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ қамыр шығады. Осы илеп жатқан қамырымыздың үстіне соңғы болып бір жұмыртқамызды қосып, қамырымызды тағы да илейтін боламыз. Біздің қамырымыз иленіп болды. Осы массамызды бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минуттан кейін біздің қамырымыз осылай көтеріледі. Қолымызды кішкене майлап, қамырымызды жинап, күлшелеп шығатын боламыз. Әрбір күлшеміз бізде 150 граммнан болуы керек. Міндетті түрде осылай таразымен өлшеп алыңыздар, себебі барлығы бірдей мөлшерде шығу керек. Күлшелеп ыдысымызға орналастырамыз. Арадан 5 минут өткеннен кейін бургеріміздің қамырын тағы да бір рет күлшелеп аламыз. Осы күлшеленген екінші рет күлшеленгеннен кейін міндетті түрде 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырымыздың үстін жұмыртқамен жағып шығамыз. Жұмыртқа жағылған қамырымыздың үстіне күнжітімізді орналастырамыз және алдын ала қысып тұрған 180 градус пешімізге бургеріміздің булочкасын пісіріп алатын боламыз. Біздің бургеріміздің булочкасы дайын болды. Енді бургер дайындауға кірісеміз.